Сәлем достар. Небәрі 100 теңгеге денсаулықты нығайту мүмкін десем, сенер ме едіңіз? Егер күмәніңіз болса, осы видеоны жіберіп алмаңыз. Бүгін біз шұлықтағы пияз әдісінің құпиясын ашамыз. Пиязды турап, шұлыққа салып ұйықтау біреуге ерсі немесе күлкілі көрінуі мүмкін. Бірақ асықпаңыз. Бұл әдіс тіпті медицинасы дамыған Европада, соның ішінде Германияда кеңінен талқыланып жүр. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгінгі видеода неміс дәрігерлері неліктен суық тигенде осы әдісті ұсынады. Пияз табандағы биологиялық белсенді нүктелерге қалай әсер етеді деген сұрақтарға ешқандай мистикасыз, тек ғылыми деректерге сүйеніп түсіндіріп беремін. Ендеше кеттік. Көпшілігі бағаламайтын нәрседен бастайын. Табан. Денеміздің ең жүйке ұштары тығыз орналасқан аймақтарының бірі. Әрбір табанда шамамен 7000 жүйке ұшы бар. Олардың әрқайсысы рефлекторлы жолмен ішкі мүшелермен байланысқан. Бұл шығыс философиясы емес, бұл рефлексология. 4000-дан астам жылдық тарихы бар тәжірибе. Табанға әсер ету мазасыздықты азайтады, шаршауды жеңілдетеді, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Жүрек операциясынан кейінгі науқастарда табан массажы жасалған топ мазасыздықтың айтарлықтай азайғанын атап өтті. Гипертонияны бар науқастарда рефлексологиядан кейін жүрек соғу жиілігі азайды. Бұл рецензиялы ғылыми журналдарда жарияланған нақты клиникалық нәтижелер. Кесілген пиязды табанға қойып, үстінен шұлық киген кезде, пияз шырны осы мыңдаған жүйке ұштарын бүкіл түн бойы жұмсақ ынталандырады. Негізінде сіз 6 сағаттық рефлексология сеанс аласыз. Тегін, тікелей ұйқы кезінде. Пияз тек механикалық тітіркендіргіш емес. Сонымен қатар биологиялық белсенді заттардың қуатты табиғи көзі. Пияздың 20-дан астам биологиялық белсенді қосылысы бар. Екі негізгі топқа тоқталайын. Олар эффекттердің басым бөлігін түсіндіреді. Бірінші топ – флавоноидтар. Ең алдымен кверцетин. Нидерландының Вагенинген университетінің зерттеушілері пияздағы кверцетин шайдағыдан 2 есе, алмадағыдан 3 есе жақсы сіңеді. Зерттелген 29 көкөніс пен 9 жеміс ішінен пияз осы зат мазмұны бойынша бірінші орын алды. Кверцетин тамыр қабырғаларын қорғайды. Бос радикалдарды бейтараптайды, қабынуды азайтады, жүрек пен мидың жұмысын қолдайды. Екінші топ – органикалық күкірт қосылыстары. Дәл осылар пиязға өткір иіс береді және кесу кезінде жасымызды шығарады. Бірақ осы заттар бауырдың табиғи көмекшілері. Олар токсиндерді, қалдық заттарды және ауыр металдар іздерін шығаруға ықпал етеді. Қазіргі заманда ауадағы ластанумен тыныс алып, консерванты бар тағам жейтін уақытта бауыр үнемі жоғары жүктемеде жұмыс жасайды. Оған қолдау артық болмайды. Сонымен қатар пияздың құрамында иммунитет үшін С витамині, жүйке жүйесі мен буындар үшін В6 витамині, қысымды реттейтін калий, сүйекті нығайтатын кремний және жасушаларды жаңартатын фолий қышқылы бар. Бірінші, қан тазарту және бауырды қолдау. Пияз табанға тиіп тұрғанда фосфор қышқылы мен күкірт қосылыстары пері арқылы қанға өтеді. Мосхат медицина ғылымдары университетінің ғалымдары растады. Пияз және оның құрамдас бөліктері гепатопротекторлық қасиетке ие, яғни бауырды қорғайды. Бауыр жақсы жұмыс жасаса, қан тазарақ, мүшелерге жеңіл, таңертең денені жеңіл сезінесіз. Бұл әдісті тұрақты қолданатындардың кейбіреулері бірнеше күннен кейін таңғы жалқаулықтың жойылғанын байқайды. Оны норма деп санап үйренген жалқаулық. Екінші, тамырлардың денсаулығы мен жүрек. 50-ден кейін басты жау жас өзі емес, тамырлардың жай-күйі. Тамырлар таза және серпінді болса, адам бодыр. Бітелсе, қан қою болса, кейбіреулеріңіз өз тәжірибесінен білетін нәрселер басталады. Жоғары қан қысымы, аяқ сынуы, табанның тоңуы, кешке ауырлық, құлақтағы шу, баспалдақта дем қысу. Кверцетин бұл жағдайда табиғи кардиолог ретінде жұмыс жасайды. Ол тамыр қабырғаларын зақымдайтын бос радикалдарды бейтараптайды және жаман холестеролдың тотығуын тежейді. Дәл осы процесс бляшкалар түзілуін іске қосады. Пияздың күкірт қосылыстары зерттеулер бойынша тромбоциттердің жабысуына кедергі жасайды және табиғи қан сұйылтқыш ретінде жұмыс жасайды. Висконсин Мэдисон университетінің ғалымдары анықтады. Пияз неғұрлым өткір және жай қалсаңыз, соғұрлым оның тромбқа қарсы қасиеті күшті болады. 50-ден кейін төменгі аяқтардағы қан айналымы нашарлайды. Қан ұсақ капиллярларға қиын жетеді. Саусақтар тоңиды, аяқтар ісінеді, түнгі тырсулар пайда болады. Пияздың жылыту эффектісі дәл осы ұсақ тамырлардағы қан ағымын ынталандырады. Күкірт капиллярларды кеңейтеді. Қан белсендірек айналады. Кейбір науқастарда мұзды аяқтар сезімі жойылады, ісіну азаяды, тырсу тоқтайды.
Үшінші иммунитет және ұйқы сапасы. Пияз табиғи антибиотик. Шұлыққа салған кезде бірнеше бағытта бірден жұмыс жасайды. Бірінші, антибактериалды және саңырау құлаққа қарсы қосылыстар табан терісіне тікелей әсер етеді. Саңырау құлақ немесе иіс мазалайтын болса, пияз профилактика ретінде жақсы жұмыс жасайды. Екінші, фитонцидтер. Пияздың ұшпалы заттары жатын бөлменің ауасын зарарсыздандырады. Зерттеу растайды, пияздың фитонцидтері вирустардың көбеюін тежейді. Бүкіл түн бойы табиғи сүзбеден өткен ауамен тыныс аласыз. Суық тию маусымында бұл өте маңызды. Үшінші, иммуномодуляциялық эффект. Тері арқылы қанға өтетін пияз қосылыстары иммундық жүйені жұмсақ реттейді. Журналдағы шолу жұмыс растады. Пияздың биоактивті қосылыстарының дәлелденген антиоксидантты, антимикробты, қабынуға қарсы және иммуномодуляциялық қасиеттері бар. Тағы бір эффект бар. Кейбіреулер оны ең бастысы деп санайды. Ұйқы сапасы. Табандағы пияз парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Демалу мен қалпына келуге жауап беретін бөлімін. Бұл стресс реакциясының қарама-қарсысы. Парасимпатика белсенді болғанда жүрек тегіс соғады, тыныс тереңдейді, бұлшықеттер босаңсиды. Зерттеулер нақты. 30 минуттық табан массажы мазасыздықты азайтып, қысымды қалыпқа келтіреді. Шұлықтағы пияз жарты сағат емес, бүкіл түн бойы жалғасатын жұмсақ массаж. Адамдар байқайды, тезірек ұйықтайды, берік ұйықтайды, сергі боянады. Кейбіреулерде мұрынмен тыныс алу жақсарады және қорылдау азаяды. Бұл рецепт жұмыс жасау үшін пиязды дұрыс таңдау өте маңызды. Ең жақсы пияз қызыл немесе күлгін пияз. Оның құрамында кверцетин мен антоцианиттер көбірек. Сары да жарайды, ақ аз тиімді. Тым көп қабатты пияз алмаңыз. Флавоноидтардың көпшілігі сыртқы қабаттарда, қауызға жақын шоғырланған. Дайындалуы. Пиязды көлденең кесіп, сантиметрлік сақинаға бөліңіз. Жұқарақ болса тез кебеді, қалыңырақ болса ыңғайсыз. Әрбір табанға 2-3 сақина жеткілікті. Тікелей жатын бөлмеде кесіңіз. Фитонцидтер бірден жұмыс жасай бастайды. Тығыз, мақта, аяққа жақсы жабысатын шұлық таңдаңыз. Синтетика тыныс алмайды, тітіркену тудыруы мүмкін. Жүн пияздың жылыту эффектісімен бірге тым қыздырады. Мақта оңтайлы нұсқа. Тек осы процедура үшін бөлек жіп алыңыз. Пияз иісі қиын кетеді. Қою тәртібі. Бір сақинаны табан ортасына қойыңыз. Екіншісін өкшеге, үшіншісін саусақтар астына. Сақиналар жылжымас үшін шұлықты мықтап киіңіз. 4-6 сағат ұстаңыз. Сезімтал терілерге 3-4 сағаттан бастаңыз. 6 сағаттан артық ұсынылмайды. Таңертең сақиналарды тастаңыз. Тағамға пайдаланбаңыз. Табандарды жылы сумен, сабынмен шайыңыз. Қаласаңыз, лимонмен сүртіп, кремді немесе майды жұмсақ массажбен жаққыңыз. Эффектіні күшейту үшін процедура алдында табандарға 10-15 минут жылы ванна жасаңыз. Кеңіз тұзымен болса жақсы. Бұл тесіктерді ашады, белсенді заттар тереңірек сіңеді. Алдын алу ретінде аптасына 2-3 рет. Суық тию кезінде 5-7 күн бойы күнде. Маңызды ескертулер. Табанда жара, жарық немесе кесіп болса қоймаңыз, жандырады. Пиязға аллергия болса алдымен тексеріңіз. Білекке пияз шырынын тамшылатып 30 минут күтіміз. Қызару немесе қышыма болса, бұл әдіс сізге жарамайды. Диабеттік аяқ синдромы болса, тек дәрігермен кеңескеннен кейін, себебі сезімталдық төмендеген. Антикоагулянт дәрілер ішіп жүрсеңіз, дәрігермен кеңесіңіз. Пияздың күкірт қосылыстары қанды сұйылтуды күшейтеді. Жүктілік кезінде алдымен дәрігермен кеңес. Шұлықтағы пияз ем орнын алмастырмайды. Ауру ауыр болса, тағайындалған дәрілерді ішіп, дәрігеріңізде бақылануды жалғастырыңыз. Бірақ жұмсақ сауықтыру тәжірибесі дене туралы күнделікті күтім ретінде тамаша жұмыс жасайды. Бұл тістерді тазалауға ұқсас. Стоматологты алмастырмайды, бірақ денсаулықты сақтайды. Медицинада жиі айтамыз. Аз, бірақ тұрақты әрекеттер. Сирек, бірақ түбегейлі шаралардан үлкен нәтиже береді. Шұлықтағы пияз дәл осындай аз әрекет. Қарапайым, барлығына қолжетімді, рецептсіз, кезексіз, шығынсыз. Тек пияз, пышақ және бір жіп мақташылық. Бір ай бойы сынап көріңіз. Аптасына 2-3 рет. Денсаулық ұсақ қадамдардан басталады. Және кейде сол бір қадам өте көп нәрсені өзгертеді. Өзіңізді күтіңіз. Сау болыңыздар.